Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тұрсынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді картопты чебурекейдің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті асықпай түсіндіретін боламын, сондықтан да өткізбей рецепті соңына дейін қараңыздар. Рецепт ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суға міндетті түрде ыстық су болу керек. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, осы ыстық суымызды алдын ала ереуіштен өткен дайындап алған ұнымыздың үстіне қосып, алдымен қасықпен араластырамыз. Су өте ыстық болғандықтан, алдымен қасықпен араластырып алып, содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды 2-3 минут шамасында жақсылап илеп алып, дайын болған қамырымызды салафанға салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Суға пісіріп алған картопымыздың үстіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және бөлме температурасында ерген сары майды қосып, сақтап тұралған аскөбімізді салып, барлығын жақсылап езіп аламыз. Біздің чебурекейдің арасына салатын салмамыз осымен дайын болады. Қамырымыз біраз уақыт тұрған соң, қайтадан 2-3 минут жақсылап июін қандырып, илеп, тағы да бір 5 минутқа салафанға салып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз керемет болып тұрады. Біздің қамырымыз арада 5 минут өткен соң, кейін қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп саламыз да, әрбір бөлінген қамырымызды ұзынша етіп созып, бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Әрбір бөлінген қамырды осылай дөңгелек көшелерге формасына келтіріп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз. Қамырға аз ғана ұн сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Қамырды жайған соң, ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Қамырды жаю барысында көріп тұрғандарыңыздай, қамыр қатты қолға да, оқтауға да жабыспайтындай қамыр емес, өзі осылай жайылады. Жұқалап жайып аламыз. Қамырдың бетіне салмасын салып, екінші жақ бетімен осы салманың үстін жауып, қамырды шет-шетімен жақсылап қолымызбен басып жабыстырып шығамыз. Және әдемілік үшін шаншқымен немесе ирек пышақпен жай ғана әсемдеп алсаңыздар болады. Мінекей біздің чебуректеріміз дайын. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, егер де менің каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені менің каналымда бір жасағаннан шығатын өте керемет, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып қойсаңыздар екен. Чебуректерімізді дайындап алған соң, табамызды май құйып қыздырып аламыз. Өйткені біздің майымыз қызып тұру болу керек. Біздің чебуректерімізді салғанда, біздің чебурекейіміз көтеріліп, томпиып, әдемі болып шығады. Сіздер де осылай өз отбасыларыңызды қуантып, жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде де шығатын болады. Себебі жасалу жолы оп-оңай, бір жасағаннан шығады. Біздің табамыз қызғаннан кейін чебуректерімізді майға салып, екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Және де қуыру барысында осылай чебуректің үстіне майды құйып отырып пісіретін болсаңыздар, чебуректеріңіз томпиып, әдемі болып, керемет болып пісетін болады. Осылай жасап көріңіздер, сіздердің балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Қасықпен осылай майды құйып пісіріп аламыз. Біздің чебурекейіміз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
Шүберекелеріміз бір жағы қуырылған соң, екінші бетіне аударып, екі бетінде қызартып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Оттың асты міндетті түрде орташа отта болу керек. Егер қатты отқа қойсаңыздар, шүберектеріміз бірден пісіп, арасы дұрыс піспей қалатын болады. Шүберекелеріңізді пісіріп алған соң, міндетті түрде қағаз майлыққа қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені қағаз майлық шүберекелердің артық майларын сіңіріп, шүберектеріңіз қатты май болмай, өте керемет болып тұрады. Мінекей қараңыздар, достар, біздің шүберекейіміз өте дәмді және жасау жолы оңай. Барлығыңызға сәлем, достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан керемет болып піседі. Міндетті түрде жасаңыздар. Мен айтқан барлық құпияларды жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Пирог өте керемет дәмді. Қонақтар келгенде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, барлық қонақтар разы болып көңілдерінен шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Қамырын дайындау үшін бізге сармай, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ыдысымызға еліктен ұнымызды өткізіп аламыз. Және үстіне қант саламыз. Қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Енді бөлме температурасындағы еріген сармайымызды салып қолымызбен үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошки болуы қажет. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде тезірек осындай песочный жұмсақ қамыр шығады. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе целлофанмен қамырды қаптауды ұмытпаңыздар. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақты жасалатын салма ең маңызды ингредиент. Бізде қаймақ, қант және жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз. Міндетті түрде қаймақ 20%-ық қаймақты біз дүкеннің 20%-ық қаймағын пайдаланамыз. Араластырып қантымызды саламыз. Енді жұмыртқаның сарыуызын бір-бірден араластырып салып тұрамыз. Енді венчиктің көмегімен осылай жайлап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10 минуттай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Форма болмаса, қарапайым кольцоны пайдалана берсеңіз болады. Енді қамыр 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, жаңағы жарты бөлігін астына салып, осылай формасын жасаймыз. Одан соң қалған бөлігін жандарын және бортигиді жасаймыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді жандарын жасаймыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыз, барлығы да өте оңай әрі тез дайындалады.
Мен қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, форманы жандарына жабыстырып шықтым, формасын келтіріп. Әркім өз қалауынша жасауға да болады. Мысалы, қамырды илеп алып, үстіне жайып, сразу келтіріп алуға болады формасына қарай. Маған осылай ыңғайлы болғасын, мен осылай жасап жатырмын. Енді шанышқымен қамырымыздың үстінен басып шығамыз, тесіп. Енді қаймақтан жасалған салмамызды қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді лопаткамен, силиконы лопаткамен енді жандарын бортикеді басып шығамыз. Сонда формасы піскен кезде әдемі болып шығады. Пирог піскен кезде кішкене беті сарғаяды. Осындай болып шығады. Пирогты тек қана толықтай суығаннан кейін шығарамыз. Менде осындай виноградтың құттай түрлері бар. Соны кукурузный крахмалмен араластырып, сметаник салмасының үстіне салып шықтым әдемілеп. Піскен кезде әдемі болып піседі. Және де кескенде, разрез жасағанда арасы күшті болып әдемі болып тұрады, қып-қызыл болып. Менде пирогтың суына толықтай 2 сағаттай кетті. Енді жандарым босатып, осы формадан шығарып жатырмын. Егер ыссы күйінде формадан босататын болсаңыз, я болмаса кесетін болсаңыз, салмасы қатпай ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана кесесіздер. Сол кезде осындай әп-әдемі болып шығады. Я болмаса пирогты формадан босатқаннан кейін холодильникке салып қойсаңыздар болады. Салқын күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді қатпарлы круассандарды дайындап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте сәтті шығатын рецепт, алғаш жасағаннан керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құйып, оның үстіне жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қант пен тұзымызды салып, екі ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. Бір жұмыртқамызды салып, үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз барлығын. Енді оның үстіне електен өткізіп ұнымызды саламыз. Сол кезде біздің круассан жақсы көтерілетін болады. Мен негізі ингредиенттердің барлығын видеоның астына жазып қойдым. Ұнды мен 700 граммдай қостым. Сіздер көз мөлшерімен өздеріңіз салсаңыздар болады. Сол кезде жақсы көтерілетін болады. Ұнымыздың барлығын електен өткізіп алған соң, венчиктің көмегімен жақсылап толыққанды араластырып аламыз. Енді араластырып болған соң, қолымызбен басып ысып шығамыз. Қажет болса, үстіне ұн салып бастаңыздар болады. Мінекей қамырымыз жып-жұмсақ болды. Енді оның үстіне пищевой пленка жабамыз. Жарты сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз жақсы көтеріліп шықты. Енді кезекте біз қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз. Және қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, дөңгелектеп доңғалақ форма жасаймыз. Енді қамырымызды бір-бірден алып, үшқа қылып жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 3 мм болуы керек. Дөңгелек қылып жайып алғаннан кейін, әрқайсысына бөлме температурасында сармаймызды жағамыз ортасына. Осылай силиконды күрекшемен жақсаңыздар ыңғайлы болады. Егерде ондай болмаса, қасықпен де жауға да болады. Мен көз мөлшерімен саламын осылай. Мінекей, біз барлық күлшелерді жайып, ортасына сармай жағып шықтық. Мынау соңғы күлше. Оған үстіне бір қасықтай сармаймды жағып, тестіміздің үстіне пищевой пленка жауып қоямыз. Мен қамырды жарты сағатқа қойып қойдым. Бетіне пищевой пленка жауып. Біздің қамырымыз сәлде болса көтерілу керек. Қамырымызды көтерілген кейін бетінен пищевой пленканы алып тастап, бетіне ұн сеуіп, оқтаумен жайып шығамыз. Сармай міндетті түрде бөлме температурада болу керек. Егерде ерітетін болсаңыздар, жан-жағына сармай шығып кететін болады. Мінекей, осындай қалыңдықта жайып шықтым қамырымызды. Енді бұны круассанға арнап үш-бұрыштап кесеміз. Видеода көрсетілгенде қылып кессеңіздер, өте әдемі болып шығады. Мен ортасына варенка салып пісіремін. Енді осыны видеода көрсетілгенде орап шығамыз. Қазір оның барлығын орап, противеньге орналастырамыз. Мінекей круассандарымыз әдемілеп орап болдық. Круассандарымыз өте әдемі, үлкейіп, қызарып, қытырлап күшті болып шығады. Ол үшін біз бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Барлығын жап шығамыз. Мінекей қараңыздар, круассандарымыз өте әдемі болып, қызарып, көтеріліп, қытырлап шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ортасы толықтай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.
Баршаңызға қайырлы таң достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін өте дәмді және пайдалы осындай горох сорпасын дайындайтын боламыз. Алдымен отқа қазанымызды қойып, етімізді саламыз. Оның үстіне жуылған горохымызды салып, үстінен суымызды құямыз. Етіміз қайнағаннан кейін бетінде көпшіктерді алып тастаймыз. Енді көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Картопты көбіктеп турап сорпамызға саламыз. Одан кейін сәбізімізді, пиязымызды дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап шығамыз. Және сәбізімізді күштен өткізіп дайындап аламыз. Табаға сармай салып, пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін сорпамыздың үстіне салып, араластырып, аскөкімізді сеуіп дайындап аламыз. Біздің сорпа өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі таңда хит болып жатқан маковый пирогтың жасау жолын көрсетемін. Осы пирогтың дәмі өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызды осы пирогпен таңғалдырыңыздар. Ендеше ең алдымен қамырымызды жасаймыз. Жұмыртқаның сарысына қантымызды салып, жұмсақ сармайымызды салып, жақсылап араластырып, одан кейін миксермен 2-3 минуттай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін енді құрақ өнімдерімізді саламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Өлшеп ұнға разрыхлитель қосып, массамызға саламыз. Дайындап қойған магымызды саламыз. Одан кейін қалған ұнымызды қосып араластырамыз. Енді қолымызбен илеп, жұмсақ осындай қамыр жасап аламыз. Дастарханның үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды оқтаумен илеп аламыз. Одан кейін шанышқымен тесіп шығамыз. Одан кейін меренгамызды жасаймыз. Ақуызымыздың үстіне шым-шым тұз салып, көпіре бастағанша миксерлейміз. Көпіре бастағаннан кейін барып үстінен қантымызды осылай жай-жайдан салып шығамыз. Барлық қантымызды араластырып болғаннан кейін 4-5 минуттай жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне кукурузный крахмалымызды салып, жаңғағымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған меренгамызды қамырымыздың үстіне біркелкетіп жайып шығамыз. Жан-жағына жағып, әдемі етіп жаямыз. Қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей осылай дайын болады. Дайын болғаннан кейін барып толықтай суытып аламыз. Толық суығаннан кейін барып теңдей етіп ортасынан 2-ге бөліп, енді пирогымызды жинаймыз. Мен алдын ала кремін дайындап қойдым. Описание бойынша мен ингредиенттерін астына жазып қалдырамын. Творожный сырға сахарная пудра салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін салқындаған сливкемізді үстіне құйып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған кремімізді пирогымыздың үстіне жайып, енді қалған жарты бөлік пирогымызды үстінен қойып, жан-жағын туралап шығамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Пирогымыз өте әдемі көріну үшін. Енді дайын болған кремімізді бетіне әсемдеп шығамыз. Дайын болған пирогымызды холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір күнге қойсаңызда да жақсы болып шығады. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналдың дамуына азда болсын өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет рецептермен бөлісемін. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться
батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Қайырлы күн достар, бүгін біз пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жол үстімізді ыдысымызға құйып, оған дрожжымызды салып, шекерімізді, тұзымызды салып аламыз. Араласты, салмаймызды, құйып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Bir жұмыртқамызды жарып, ұнымызды еліктен өткізіп аламыз. Ұнымызды салғаннан кейін жақсылап ұнымыздың ұшымен араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды елеп алдық. Енді 1 сағатқа тындырып көтерілуіне алып қоямыз. Енді картошкаға жуанымызды қуырып, начинкасын дайындаймыз. Жуанымызды қызарғанша қуырып аламыз. Сап-сары қылып қуырып аламыз. Сарымайға. Картошкамызды езіп алдық. Енді жуанымызды, қуырған жуанымызды үстіне салып, соң бұрышымызды салып, араластырып аламыз. Тұзбен бұрышымызды салып, осылай араластырып алдық. Енді қазір тестімізді елеп, пирожки жасайтын боламыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді қазір жұмсақ қамырымыздан пирожки жасайтын боламыз. Тестімізді бірнеше бөлікке бөліп алдық. Малақтап алдық. Енді каждый бөлігін осылай жайып, ортасына начинкасын картошканы салып, пирожки жасаймыз. Осылай жан-жағынан бөліп түйіп шығамыз. Формасы осындай болу керек. Пирожкимізді дайындап болды. Енді бетіне жұмысқа жапып шығамыз. Пирожкимізді 30-35 минутта 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне пирожкиміз пісті.
Міне қараңыздар, өте жұмсақ, күшті болып шықты. Картошкамыз езіліп, күшті болып шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Тұрсынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан сникерс пирогының түспе қосылып жасалған жаңа нұсқада рецептісін ұсынғым келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, осы дәмді пирогты менімен бірге дайындап көріңіздер. Және каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Пирогқа қажетті барлық қоспалар видео астында сипаттамада жазылған. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға құрақ қоспаларды, яғни қант, разрыхлитель және де какаоны осылай қосып араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып қолымызбен үйкелеп ұнтақ жасап үгілмелі қамыр дайындаймыз. Енді қолымыздың ұшымен сары майымызды араластырып біркелкі болу керек. Бәрін араластырып шығамыз. Енді бір жұмыртқаны қосып үгілмелі қамыр илейміз. Қамырымызды араластырып шығамыз. Біркелкі болып жиналуы керек қамырымыз. Мінекей қамыр осындай жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді бетін салфанмен жауып 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз сонда жұмсақ болып шығады. Сол уақыт аралығында сүзбе салмасын дайындаймыз. Менде дүкеннің 9% сүзбесі, оған қант және де қаймақ қосамыз, және бір жұмыртқа қосып барлығын араластырып шығамыз. Салманы осы уақытта блендер көмегімен біркелкі болғанша естігіңіздер болады. Маған сүзбенің осындай түйіршіктері болғаны ұнайды. Сондықтан тек мен араластырып қойдым. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Енді осы формамызға алдын ала дайындап қойған қамырымызды дәл видеода көрсетілгенде 2 бөлікке жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз қолымыздың ұшымызбен. Жан-жағына қолымызбен басып келтіріп аламыз формамызға. Қамырын жарты бөлігін осылай бөліп қолымызбен осылай домалатып, осылай қолымызбен жан-жағына, форманың жанына осылай келтіріп шығамыз. Өз қалауыңызша жасасаңыз да болады. Мен осылай жасап көрдім. Жан-жағына бәріне келтіріп шығамыз формамызға. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп жайып шықтық. Енді үстінен сүзбелі массамызды саламыз. Міндетті түрде 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 40-50 минуттай пісіреміз. Пирогымызды осылай қасықпен творожный массамызды формаға келтіріп осылай жайып шығамыз. Пирогымыз піскен соң міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағаттай жақсылап суытып аламыз. Және де кейін ганашын дайындаймыз. Мен сүтті молочный шоколадты қолдандым. Водяной баняда молочный шоколадпен сары майымызды ерітіп алдым. Және қуырылған тұзды арахисті қосып, сосын араластырып шықтым. Және пирогымыздың үстінен осылай біркелкі етіп жайып шығамыз.
осылай формамызға арахисімізді шоколадпен араластырғанды қасықпен осылай жайып шығамыз. Сонда пирогымыз әдемі көрінетін болады. Енді пирогымызды не жарты сағатқа, не 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Сонда біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Енді бүгінгі мені видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарияға жаза кетіңіздер. Және алдағы уақытта видеороликтерімді алғашқы болып көру үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Тұрсынай, баршаңызға ас болсын. Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығатын сочниктер дайындайтын боламыз. Ортасына мен сүзбені салдым. Менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сочниктің қамыры осындай болып шығады. Жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Қамырын жасау үшін бөлме температурасындағы сармайымызды алдын ала ертіп алдым мен. Ыдысымызға сармайымызды салып аламыз. Оның үстіне қантты саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сармайымызбен қантты жақсылап араластырып аламыз керек. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді қаймағымызды қосып араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышты салып аламыз. Енді жұмыртқалы массамызға ұнымызды електен өткізіп, аламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен араластырып болған соң, қалған ұнымызды електен өткізіп, тағы да араластырып аламыз қамырымызды. Енді қалған ұнымызды тағы да сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Тек осылай қолымызбен қамыр жинап, қамырымыз біркелкі болып бір-бірімізге қосылса болды. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ. Тек қана біркелкі болып бір-біріне қосылса жеткілікті. Қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығады. Енді осыны пищевой пленкаға орап, максимум 1 сағатқа салып қоямыз. Енді сүзбелі массамызды дайындаймыз. Сүзбеге қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаның ағын қосып араластырып шығамыз. Және де қаймақ 2 ас қасық. Араластырып аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық қамырымызды саламыз. Біздің сүзбеміз өте дәмді болып шығады, көтеріліп пісіргенде, сочниктің арасына салғанда.
Сол үшін ұнымызға кукурузный крахмал я ұн салуға болады. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз қатты қалың да, қатты жұқа да қылмауымыз керек. Ұн сеуіп, тағы да оқтауымызбен жайып аламыз. Содан соң осылай стаканмен дөңгелектеп шығамыз. Сочниктің формасын жасаймыз. Мен стаканмен осылай дөңгелеп шықтым. Сіздерде өздеріңізде өзінің формасы болса, арнайы дөңгелек сонымен жасасаңыз болады. Енді қамырымызды жинап алып, тағы да илеп аламыз. Тағы да илеп, осындай формалар жасайтын боламыз. Оқтаумен жайып аламыз. Стаканмен осылай дөңгелектеп формасын келтіріп аламыз. Мінекей қамырымызды жайып, енді ортасына сүзбелі начинкамызды жарты бөлігіне саламыз. Біраз қасық салсаңыз болады. Сочнингімізді осылай барлығын жасап шығамыз. Қамырды бетін жабамыз, сүзбемізді салып, және де осылай жандарын қыссаңыз болады. Екі жағынан жандарын қысамыз. Формасы осындай болу керек. Осылай барлығын жасап шығамыз. Әдемілеп формасы. Қамырымыз жұқа да, қалың да болмау керек. Біздің сочнингіміз өте дәмді, жұмсақ, 5-6 миллиметрдей болу керек. Мінекей сочнингімізді дайындап болдық. Ал енді майлап шығамыз. Сол үшін мен сүтпен жұмыртқаның сарыуызын қосып, жақсылап араластырып, енді үстіне жабып шығамыз. Міндетті түрде пешіміз қызып тұру керек. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сочнингімізді 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің сочнингіміз өте дәмді.